келесі қосымша сөздің соңында келген ху және хи харфтерінің алдындағы харф харакатты болса, худың соңына бір вау, хидің соңына бір яй қосылып созылып оқылады. Мысалы, ләху деген кезде ху дамирінің алдында ләм әрпі харакатпен келіп тұр. Сондықтан ху дамирі худан кейін бір вау қосылып созылып оқылады. Мысалы, былай ләху. Мына жерде бихи деген кезде хидан алдыңғы әріп харакатпен келіп тұр. Сондықтан хидан кейін бір яй қосылып оқылады. Бихи деп созылып оқу керек. Сондықтан бұл харфтердің соңында сәбәп мәт келмесе, мәт табиғи болады. Бұлардан кейін хамза немесе сукун келмесе, бұлар мәт табиғи болады, екіге созылады. Ал егер сәбәп мәттен хамза келсе, бұлардан кейін онда мәт мұнфасыл болады. Мысалы, мә ләху әхләдә деген сөзде ләху деген келіп тұр, оның алдында әріп харакатпен келіп тұр. Сондықтан бұл ху созылып оқылады. Және бұл мәт болады. Мәттен кейін хамза келетін болса, және ол екі сөзде болатын болса, мәт мұнфасыл болады, және ол 2-ге, 4-ге, 6-ға созылуы жайыз. Келесі мысал, роббихи әхләдә деген сөз. Роббихи деген хидан алдыңғы әріп харакатпен келіп тұр. Сондықтан хиді созып оқимыз. Бұл мәт болады. Мәттен кейін хамза келетін болса, бұл мәт мұнфасыл болады. Роббихи әхәдән. Бұл жерде тоже 2-ге, 4-ге, 6-ға созу жайыз. Мәт ләзім 17-ші дәрс. Мәт ләзім. Мәт қашан ләзім болады? Мәт харфтерінен кейін келген сәбәп мәтін сукун ләзім болса, мәт ләзім болады. Мысалы, ләзім шарт, міндет, керек, тиіс деген мағынаны білдіреді. Мысалы, уәлә жәннун деген сөзде жә деген мәт әрпі, одан кейін нун келіп тұр. Нунның бірінші нуны сукунмен келіп тұр. Өзгермейтін бұрыннан болған сукун. Сондықтан бұл сукун ләзім деп аталады. Мәтпен жолыққанда, мәтпен сукун ләзім жолыққанда мәт ләзім болып аталады. Мұны ашық көрсеткенде бұлай. Жән нун деген сөз. 2 нун тұр мына жерде. Шәддәмен қосып біріктіріп жіберген. Бұлай жазылмайды негізі. Жәннун деген 2-ні бұлайын бірігіп жазылады. Сіздерге түсінікті болу үшін 2-ін 2 бөлек жазып қойдым. Мына жерде жә деген мәт. Мәттен кейін сукун келіп тұр. Бұл сукун бұрыннан тұрған өзгермейтін сукун. Мәттен кейін сукун ләзім келсе, мәт ләзім болады. Сондықтан бұл әріп мәт ләзім 4 әлif мөлшерінде созылу шарт дейді. Бұл жерде 6-ға созылу шарт негізінде. Уәлә жәннун деп. Фатиха сүресінде келетінде уәлә далин дегенде осы ереже мәт ләзім болады. Уәлә далин деп 6-ға созылу шарт. 18-ші дәрс мәт арт. Мәт қашан арт болады? Арт дегеніміз тосын кенеттен ойламаған жерден деген мағынаны білдіреді. Мәт харфтерінен кейін келген сәбәп мәт сукун арт болса, мәт арт болады. Мысалы, я'ламуна деген сөзде, мысалы, я'ламу деген мәт әрпі. Мына жерде мәт болып тұр. Мәттен кейін нун әрпін я'ламуна деп емес, я'ламун деп сукунмен тоқтасақ, Құран оқып қоятқанда сөздің соңында тоқтайтын болсақ, сукунмен тоқтаймыз. Я'ламун деп. Сол кезде бұл кенеттен болған сукун болып қалады. Егер мәт әрпі осы кенеттен болған сукунға жолығып қалса, мәт арт болады. Және ол 2-ге, 4-ге, 6-ға созылу жайыз болады. Келесі мысал, хакимун деген сөзде де біз сөздің соңында тоқтайтын болсақ, хаким деп тоқтаймыз сукунмен. Хаки деген кездегі ки деген мәт әрпі. Мәттен кейін мынандай кенеттен болған сукун келетін болса, мәт арт болады да 2-ге, 4-ге, 6-ға созыла беруі жайыз.